Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге кереметтей ерекше бір рецепт ұсынбақшымын. Яғни кабачкі көкөністерімізбен бірге кереметтей пеште котлет дейсіздер ма, әлде бір тіске басар дейсіздер ма, сондай бір керемет жаңа рецепт. Бір жасап көріңіздер. Дәмі деген тіл үйретін, енді тойымды, витаминге бай тіске басар. Бұны майға қуырмаймыз, бірден айтайын. Пешке пісіретін боламыз. Мінекей үлкен бір кабачкіні осылай үкіштен өткізіп аласыздар. Сосын енді осыны суы жақсы бөліну үшін аздап қана тұз сеуіп, араластырып жақсылап бір шетке алып қоямыз. Енді кезекте бізде жақсылап тазалап алған осындай екі үлкендеу картошка қажет болады. Картопты осылай үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштен өткізіп алған картопымызды бұнда аздап қана тұз сепсеңдер болады, болмаса осылай бір шетке алып қойыңыздар. Бұнда суынан ажыратып алу қажет. Енді келесі кезекте үлкендеу осылай бір сәбіз қажет. Сәбізді де дәл осылай үкіштен өткізіп аламыз. Міне сәбіз бен картопты өткізіп алған кезде, міне қараңыздар, кабачкінің әжептәуір суы шығып қалды. Енді осыны суынан ажыратып аламыз. Жақсылап осылай сығып суынан ажыратып аламыз. Басқа ыдысқа саламыз. Енді осыған сәбізді саламыз. Картопты да суынан ажыратып, картопты саламыз. Оған 2 жұмыртқа қостық, сосын осылай укроп, петрушка немесе көк пияз қосуларыңызға болады. Қалағандай өздеріңіздің жақсы көрген көкөністеріңізді қосыңыздар. Мінекей. Мен укроп қостым, сосын 2 штук мынандай 2 зубчик сарымсақ майдалап турап қосып жібереміз. Егер ұнатпасаңыздар, қоспауға да болады, бірақтан дәм ерекше бір тәтті болып шығады екен. Сосын енді осыған бір 150 грамдай сыр қажет болады. Сырды үкіштен өткізіп аламыз. Үкіште осылай майлап алатын болсаңыздар, өткізетін сірлеріңіз осындай жабысып қалмайды, тал-тал болып түсетін болады. Мінекей сырды өткізіп алдық. Оған қосамыз. Енді осыған үлкен ас қасықпен 3 ас қасықта ұн қостым. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосыңыздар. Осылайша қосатын қоспалардың барлығын салып алдық. Енді жақсылап араластырып дайындап аламыз. Қолмен араластырған ыңғайлы мен үшін. Осылай жақсылап араластырып алған соң, біз бұны ең алдымен пергамент қағаз төселген листке теріп шығатын боламыз. Пергамент қағазды жақсылап майлап алыңыздар. Бетін сол кезде жабыспай, асты жабыспай әдем болып шығатын болады. Қолмен алып осылай дөңгелектеп отырып, үлкендеу немесе кішілеу ету өз қалауларыңызша, мен шағындап етіп жасадым. Осылай листке теріп шығамыз да 180 градуста бір 30-40 минут пісіріп алатын боламыз.
Егер сіздерде асты үсті бірден піспейтін болса, пештеріңіз 15 минуттан кейін астын үстіне ауыстыруларыңызға болады. Қараңыздар, осылайша 30 минуттың ішінде пісіп шықты. Өте оңай әрі витаминге бай, тіске басар. Дайындап көріңіздер, бізге өте қатты ұнады. Ас болсын. Рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.